Сәлем достар, сіздермен денсаулық зор байлық каналы. Бүгін біз баланың ыстығы көтерілген уақытта оны қалай түсіреміз, сол жайында айтатын боламыз. Бүгін біз баладағы жоғары температураны қалай түсіреміз, сол жайында айтатын боламыз. Егер балаңыздың ыстығы 38 градус және одан жоғары болса, дәрігерді күтпей өз бетіңізбен балдарға арналған парацетамол немесе ибуфен бергеніңіз дұрыс. Сіз дәрі берген уақытты есте сақтаңыз. Өйткені әр 6 сағат сайын беріледі, жиі емес. Қатаң түрде дозаны дұрыс сақтаған жөн. Ол баланың жасы мен салмағына сәйкес келеді. Кейбір ата-аналар уақытты күтпей екінші дозаны береді. Бұл мүмкін емес, өйткені ол бауырға зиян тигізеді. Балаңызды мейлінше жеңіл киіндіріңіз. Қалың киіндірген сайын оның температурасы көтеріле береді. Баланың температурасын түсіру үшін сіз балаңызға жиі және сұйықтық көбірек бергеніңіз дұрыс, өйткені дененің температураны түсіреді. Егер ішпеймін деп бас тартып жатса, онымен ішпеспен аузына аз мөлшерде жиі беріп тұрғаныңыз жөн. Ол зәр арқылы шығып кетеді. Және сондай-ақ үй жағдайында температураны төмен түсіру үшін денені жылы сумен сүрткен дұрыс. Ешқандай спирт немесе сірке суды қолдануға болмайды. Бөлме температурасы жылы болу керек, және де таза ауа кіргізіп, ауаны желдетіп тұрғаныңыз жөн. Балдардың ыстығын түсіруге ибуфен және парацетамол 0,5 граммдық, балдардікі 500 граммдық, бұл үлкен адамдардікі. Соны шатастырып алмаңыздар.